Достар, қазір Сакен ағаның келін түсіргені хит болып отыр ғой. Құтты болсын, иә, бақытты болсын жастар. Бірақ менде бір сұрақ бар. Неге ол алады, ал біз алмадық? Келіншай кезіндегі видеосын көрдім да мен қазір. Менде сондай сұрақ туындап тұр. Сіздер келіншай кезінде ақша алдыңыздар ма қонақтардан? Пікірге жазып кетіңіздер, маған қызық болып тұр. Мен мысалы Шымкенттен шыққанмын, біз жақта ондай жоқ. Мүмкін басқа өңірден ба деп айтайын десең, бірақ Сакен ағаның өзі шымкенттік. Бірақ жалпы естуім бар, келіншай кезінде ақша береді дегенді естігенді, тек бірақ көрмеген екем. Менің жеңшем де алмаған, сіңлім де алмаған. Сіз ше алдыңыз ба? Пікірге жазып кетіңіздер, достар. Кореядан үйге қайтқан екен, қайттым, айтсам ба екен? Апа, келіншай істейік та деп. Келіншайды өстіп ақша алады екен, алмаған едім деп. Мүмкін жаңартып жібереміз ба, бір обновить жібереміз ба келіншайды деп ше. Сол, достар, бұл Кореядағы қазақ мамасы, тіркеліп кетіңіздер. Мен арнамда қызықты видеолар өте көп. Корея жайлы және де шетелден келген құрбыларыммен бірге қызықты видеоларым өте көп.